Аяқ ауыр келіншектер әдетте таныс туыстарынан осындай ырым тыйымдарды жиі естейді. Бәрінің көкейінде бір ғана сауал: неге болмайды? Ал оның нақты жауабы жоқ. Үшінші балама аяғыма ауыр. Енді наным, тыйым, сенімдер қазақта өте көп қой. Енді өз басыма келетін болсақ, қатты сене бермеймін. Мен мысалға бір құрбым бар, күндіз түні тоқымамен айналысады, бірақ шүкір балаларын ешқандай қиындықсыз жаңа кіндігі оратылып қалып жатады деп жатады. Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Жақсы босанып жатты. Жүкті әйел шашын қиса, іштегі бала кемтар болып туады. Қолына өткір зат ұстаса, мезгілінен бұрын босанып қалуы мүмкін. Ине жіп пайдаланып, тоқып, тігетін болса, баланың кіндігі оратылады. Түйенің етін жеп шұбат ішсе, жүктілік 12 айға дейін созылады деген наным сенімдер жас ананың бойында үрей туғызады. Ал дәрігерлер медицинада бұл ырымдардың дәлелі жоқ дейді. Жалпы әйелдердің жүктілік кезінде шашын боямағаны дұрыс, шашын қырықпағаны дұрыс. Сосын кейін жаңағы кейбір келіншектер білесіз, тырнақтарына дейін бояп, маникюр, педикюр жасатады. Оның бәрін екі қабат кезде жасатып қажет емес. Өйткені физиологиялық жағдайда даму керек. Ал енді жаңағы өзі мен шашымды қырқсам, боясам, болмаса осындай болса осындай болып қалады екен десе, ол сол наным сенімге еріп кетеді да келіншек. Бірақ ол оған байланысты емес. Ол ғылыми дәлелденбеген нәрсе. Ал дін ырым тыйымның бәрін тегіс құптай бермейді. Дегенмен шаш қиюға байланысты дін танушылардың пікірі мынадай. Жүктілік кезінде шаш қидырмасын деген ырым кейбір өңірлерде айтылады, бірақ бұл тек ырым ғана. Шариғат бойынша жүктілік кезінде болсын, жай уақытта болсын, қажет болып жатса, шашын қидыруына болады. Сахих риуаятқа қарағанда пайғамбарымыздың жұбайлары қажет уақытта шаштарын қидырғандықтары айтылады. Қазақтың ырым тыйымдарының тәрбиелік мәні бары сөзсіз. Мысалы, әйел босанарда әшекей бұйымдарын шешіп, шашын жаю керек дейді. Мұны медицинада құптайды, себебі денені босатып, қысатын, кедергі келтіретін заттардан аулақ болу қажет. Мен көңілге алмаймын деп айтқанмен, бізде мынандай бар, сана бар, бейсана бар. Бейсана мен солай алмаймын, менде болмайды деген нәрселерді қабылдамайды. Сондықтан ол барлық менде осындай ешқашан болмайды, мен ондайға ешқашан сенбеймін деген сияқты сөздердің барлығын болмайды деп емес, бейсанамыз біздің болады деп қабылдайды. Мен мысалы бұл ақпарат туралы білемін. Мен бұны білемін, сондықтан ол менің бейсанамда ол қабылданып қойған нәрсе болғандықтан мен ол тыйымдарды жасамаймын. Себебі бұл менде болмайды деп айтқаным менде, ол менде болып қалуы мүмкін. Себебі бейсанамызбен біз өзіміз жұмыс істей алмаймыз. Біз санамен ғана жұмыс істейміз. Демек, бұл ырым тыйымдарды бұрын соңды естімеген келіншекке айтып, бейсанаға жол ашып берудің қажеті жоқ. Дұрысы, өзгенің наным сеніміне араласпаған жөн.